Піскенде дәмі тіл үйретін Алматының апорт сорттарын барлықтарыңыз білсеңіздер керек. Бірақ та өкінішке орай соңғы жылдары сол апорт сортты алмалар өте азайып бара жатыр. Оның бірден бір себебі соңғы кезде аурулар көбейіп кетті. Оған қоса осы апорт сорттары ауруларға төзімсіз болып кетті. Ауыра береді, сондықтан да оларды өсіру тиімсіз. Сондықтан да апорт бақтары, апорт сорты жоғалып бара жатыр. Бірақ та бұл жерде бір қуанышты жағдай бар. Сол апорт сортының негізінде бізде өзімізде Алматыда жасалған, шығарылған жаңа сорттар бар. Осы жерде мына алдарыңызда көріп тұрған мақсат деп аталатын отандық сорт, өзімізде Алматыда жасалынған сорттардың бірі. Қазіргі күнде сол апорт сорттарының негізінде жасалған бірнеше сорттар бар. Солардың ішіндегі ең ерекше осы сортты атап өтсек болады. Бұл сорттың аты мақсат. Бұл апорт алмасының негізінде жасалған. Апорт алмасы және де америкалық прима деп аталатын өте ауруға төзімді, сондай тамаша сортты апорт алмасымен будандастырып алынған жаңа сорт. Бұл жерде будандастыру деген нәрсені дұрыс түсініңіздер. Будандастыру деп мен ана шыбықпен немесе қаламшаны немесе бүршікті бір-біріне жалғау, ол будандастыру емес, ол жерде телу. Ал енді будандастыру мына жерде гүлдеу сәтінде солардың аталық пен аналық ұрықтарын бір-біріне тозаңдандырып, сол арқылы алынған жаңа сорттардың бірі. Ал енді мына мақсат сортының қандай ерекшелігі бар? Мақсат сортында мына біздің кәдімгі апорт алмасының тәтті жағы және де мына жемістерінің іріліктері сондай сақталып қалған. Өте тамаша сорт. Бұл әлі бізде піскен жоқ, піскен кезде әлі де қызарады. Бұны мен ерте түсіріп жатырмын, піспей жатып түсіріп жатырмын. Оның себебі бұл алманы бізде балалар піспей ақ жеп қояды. Қазіргі күнде бұл алманың біразын қолданып қойғанбыз. Мына жерде қарап тұрсақ, мына жерде алмалар алынған орындар көрініп тұр. Өйткені бұл тәтті, піспесе де тәтті болғандықтан піспей жатып ақ бұны жеп қоя береді. Сондықтан да ертерек түсіріп сіздерге көрсетуге мен осылай көрсетіп жатырмын. Мақсат деп аталатын осындай отандық сорт өте тамаша сорттардың бірі. Бұның дәмдік жағы да жақсы, өте тамаша. Одан кейін бұл сақтауға да келеді. Қысқа енді өте қатты сақталмайды, бірақ та осыны 1-2 ай көлемінде сақтап қоюға болады. Күздік алмалардың бірі, күздік піседі. Бірақ та дәл осы сәттен қазір бізде тамыз айының басы, шілде айының аяғынан тамыз айының басында осы сәттен ақ балалар бізде осыларды жеп бастайды. Өйткені дәмі кіріп, жақсы болып қалған алмалар. Піспесе де дәмі өте тамаша, бұл жерде ешқандай қышқылдық жоқ дәмінде. Сондықтан да ертемен бұларды жеп қоя береді. Ал енді бұл жерде жеміс салу жағына келсек, тағы бір ерекшелігінің бірі, бұл алма ағашы өте жемісті тамаша салады. Және де жемістері өте ірі болады. Бір жемісі бір алақанға сиятындай осындай ірі жемістер. Мына жерде бізде осылай тігінен тұрғанандай бұтақтар бар еді. Қазір қарасақ, бұлар жерге майысып жатыр міне. Негізі мынау бұтақ көктемде көрсеңіздер бұлай тұрған бұтақ болатын міне. Осындай бұтақ. Мына жемістерінің ірілігінен және де көптігінен бұтақтар жерге қарай тіпті жерде жатыр мыналар. Енді бұл жерге тірек қойып қою керек еді. Оғанда барлығына үлгере бермейсің. Бірақ та енді мына қарасақ, мына жемістің қандай ірілігін, ауырлығын осыдан білсек болады. Бір 2 жеміс тұрған осындай бұтақтың өзі осылай жамыс майысып төменге қарай кетіп қалады. Жемістері өте ірі сондай. Бұл енді біраз тұрып бұл қызарған кезде тіпті әдемі болады. Және де оған қоса бұның өте тамаша дәмдік жағын айта кетсек болады. Қараңыздар, міне тіпті жерде жатыр жемістер міне. Өте көп салынған. Бұл жерде сиретуге менің уақытым болмады. Соған қарамастан көп болса да бұл жемістері өте ірі. Мынау да міне жерде жатыр. Жемістерін көтере алмайды. Жерге қарай майысып, бұтақтары жерге дейін осылай майысып жатады міне. Әйтпесе мынау енді өзі ірі бұтақ, қаңқа бұтақ еді, жоғары қарай кетіп тұрған. Қазір міне тіпті жерде жатыр міне. Жерден бір жарым қарыс биіктікте осылай майысып, жеміс салмағымен осындай болып тұр.
өте тамаша сорттардың бірі мақсат деген сортты осылай кездестіріп жатсаңыздар, оны отырғызуға, аулада өсіруге кеңес беремін. Бұның бірден бір ерекшелігі өзіміздің сондай өте дәмді апорт сортының дәмдік қасиеттері сақталып қалған. Оған қоса америкалық прима деген сорттың ауырмайтын және де ауру сырқауға неше түрлі сондай климаттық қолайсыздықтарға төзімді сондай жақтары бұл жерде сақталып қалған. Пісу жағынан бұл күздік алма. Міне алма түрін көрсеңіздер болады. Бұл әлі де бұдан да қызарады. Енді күн жағында тұрған осындай ертерек қызарып жатқан осындай алмалар. Ірілік жағы да өте тамаша. Оған қоса дәмінің сапасы өте тамаша. Осындай жемістері бізде міне. Енді 3 алма піспей тұрбақ, бұл толық іріленген емес. Алақанға 3 алма әрең сиіп тұр. Сондай тамаша сорт мақсат. Жалпы бізде апорт алмасының негізінде жасалған бірнеше сорттар бар. Мақсаттан бөлек Максимус деген сорт бар. Ұмытпасам, осы мақсат сортын және де тағы бір басқа да сондай төзімді сорттарды шатыстырып алынған сорттардың бірі. Ол да өте ауруға төзімді келеді. Ол жерде енді апорт тікелей емес, апорттың негізінде алған осы мақсаттан, одан Максимус деген сорт жасалған. Оған қоса рахат деген сорттар бар. Олардың да бойында апорт алмасының гендары сақталып қалған сондай сорттар. Өте тамаша сорт. Осы апорт алмасы енді біздегі дәмдік жағынан өте тамаша эталон деп айтуға болады. Сол апорт алмасы мен америкалық төзімді алмаларды осылай будандастырған кезде өте тамаша ерекше сорттар шығады. Будандастыру дегенде тағы бір рет айтамын, сіздер ойлап жүрмеңіздер, бүршікті жалғап немесе қаламшаны жалғап мен будандастырамын деп. Жоқ, олай емес. Бұл жерде селекциялық жұмыс. Будандастыру деген бұл жерде тозаңдану сәтінде будандастырып, одан кейін 10 жыл, 15 жыл сондай уақыттарын сарып етіп, жаңа сорт шығаруға солай еңбек етеді ғалымдар. Сондықтан да оның бағасын беріп қойыңыздар. Бірақ та осы мен атаған сорттарды көріп жатсаңыздар, кездестіріп жатсаңыздар, отырғызуға кеңес беремін. Өте тамаша сорттардың бірі. Енді олардың ең ішіндегі ерекшесі осы мақсат деген сорт. Ауруға төзімді және де дәмдік жағы өте тамаша, және де жеміс беруі өте молынан береді. Осындай жақсы. Мынау енді жас ағаштың өзі осы 4 жылдық қанша жеміс салып тұрған өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.